Әбіш Кекілбайұлы шығармашылығындағы ұлттық әдет-ғұрыптардың кең көрінісі тауып, қызықты суреттелген хикаясы «Бәсеке» повесі. «Бәсеке» хикаяты қазақ халқының бір кездер кең етек жайған, кейін ұмытыла жаздап, бұл күндері қайтадан жаңғырып, дәстүрге енген қазақ отбасындағы қыз тәрбиесі, қызы бар үйге құда түсу, қыз айттыра бару дәстүрін қызық та тартымды бейнелеген. Қазақ отбасының маңызды қызметтерінің бірі тәрбие. Ата-ананың міндеті жас ұрпаққа аға ұрпақтың әдет-ғұрпын, адамшылық, адамгершілік, инабаттық, сыйлау қасиеттерін сіңіру. Әсіресе қазақ отбасында басқа ұлттарға қарағанда қыз бала тәрбиесі ерекше орын алады. Қазақ халқы қыз баланы ардақтап ұстаған, оның көңілін қалдырмаған, оған қарсы сөйлемеген, оны мәпелеп өсірген және оны қатал ұстап, оның тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп қараған. Қызды қырық үйден тыю деген қайда? Неге қонақтардың үстіне кіреді? Аға жеңгесінің отауына барса болмай ма? Жеңгесі қайда қарап отыр? Бұл үзінді «Бәсеке» хикаятынан алынған. Қызың жақсы болсын десең, қызы жақсымен көрші бол. Қызды қырық үйден тыю деген нақыл сөздер осы өмір тәжірибесінен алынған. Ұстаса үйі сәнді, пісірсе тамағы дәмді. Маржандай әйел кемде-кем. Бұл үзіндіден ол әйел адамның өте шебер екендігін көруге болады. Яғни әйел адам өзінің білгенін, көргенін қызына үйретеді. Анасын көріп, қызын ал, аяғын көріп, асын іш. Қазақ ұлты қыз баланың тәрбиесіне ерекше мән берген. Араб тілінен ана тілімізге аударғанда қыз сөзі жібек деген мәнге ие. Яғни бұл әйел затының жібек мінезі нәзік әрі биязы болуы шарт дегенді көрсетеді. Белгілі ақын Ақыштап Бақтыгереева өмірде қыз болу барда, нағыз қазақ қыз болу мүлде бөлек деген пікір айтқан. Сол тәрізді ата-бабамыздың дәстүрін, салт-сананы бойына сіңіріп, ұстанып өскен қыз қай ортада болсын ерекше болмысымен көзге түсері анық. Өнерсіз қыздан без, өнегесіз ұлдан без деген. Жүсіп баласағын ақылды әйел іздесең сен, есті болса төрт құбылаң дейілер. Абай Құнанбайұлы ары бар, ұяты бар, ақылы бар, ата-ананың қызынан қапы қалма деген. Демек, болашақ ұрпақты адамгершілік мол, иманды, өнегелі етіп тәрбиелеу үлкен міндет. Сонымен қазақ отбасының тәрбиенің негізі ұлттық салт дәстүрлер. Тәрбие отбасынан басталады. Қазақ отбасындағы қыз бала тәрбиесі түзелсе, келешектегі әрбір салт дәстүрлерден тәрбиеленген қыздар ел қорғайтын ұлт жанды жас ұрпақты тәрбиелей алатынына біз сенімдіміз. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан Қайран бабам дегендей, қазақ қызын, әрбір қазақ қызын мен жеке тұлға ретінде көремін. Сонымен қазақ қызының тәрбиесі бұл ұлттың тәрбиесі, тектілігі, абыройы. Қазақ қызын намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз жібек ең